Отаркүл Оразбайқызы, еңбек жолыңызды қайдан бастадыңыз? Өнерге қалай табалдырық аттадыңыз? Қайдан басталды? Мен сол бір топ жас Алматыға оқуға бардық қой. Кезінде осында Торғай әуендері деген фестиваль болады. Сол фестивальдан ұтқандар, лауреаттар Алматыға оқуға жіберіледі. Сонда Алматы эстрада цирк студиясына оқуға түстім. Вокальный отделение. Оны бітіргеннен кейін мен бізді бір топ жасы Ақмолаға жіберді, Целиноградқа. Соны бір жыл жұмыс істедім де, енді отпускаға шығар кезде арқалыққа келсем, тура осы жерде, осы сахнада. Ана жерде шертер ансамбльдің әртістерінің репетициясы болып отыр. Мен де келіп бүйтіп қарап отырдым. Жаңағы инструменттер, қазақ инструменттерді көріп тақтар күліп отқан кезімді есіме алсам, мен ол менің бақытым екенін білмедім ғой сонда. Күлдім ғой балалықтан. Осы жерде, осы орындықтарда, мына отырған сахнада менің бақытым жанған жер. Бұл ғимарат мен үшін өте қымбат, өте бағалы. Еңбек жолыңызды? Еңбек жолымды тура осы сахнада бастадым. Арқалықтан. Тамаша, жаңа енді шертер ансамбль деп айтып қалып жатырсыз. Жалпы қазақтың тұңғыш құрылған фольклорлық этнографиялық шертер ансамблінің белді әншісі болдыңыз. Көптеген елде, көптеген халықтың қошеметіне бөлендіңіз. Дегенменен шертер ансамблінің ерекшелігі неде болды? Қазақта тұңғыш құрылған ансамбль. Қазақта тұңғыш құрылған, оның өзін Өзбекәлі Жәнібек ашқан. Қайдан? Арқалықтан. Фольклорлық ансамбль ашам осындай деп облыс әкіміне барса аш дейді. Соны жаңа ашқан кезде жаңа инструменттер, асатаяқтың түрі, дабыл, қобыз, енді олар көріп жүрдік қой. Дабыл, асатаяқ, жылан асатаяқ, қоңыраулы асатаяқ, сылдырмақ асатаяқ, би асатаяғы, дабылдың да түрі. Ананы көрген кезде бірінші кезде күлдік қой. Жаспыз ғой, артынан рахатын көрдік. Және де Өзекең бізді қай аспапта қалай ойнау керек, оны қалай ұстау керек, иығың билеп отыру керек, басың билеп отыру керек. Соған дейін үйретті. Маған Өзбекәлі Жәнібек маған 2 шаш алып келген. Тура сол кезде осындай шашым тұғын. 2 шашты жаңағыда резинкамен бүйтіп байлап қойып, ой-дой деген кезде бір шаш мен жаққа, бір шаш мен жаққа ұшып кетті. Сонда Өзекең айтты, Отаркүл, айналайын. Шаш жалғамай қойшы. Содан кейін шаш жалған жоқ. Бірақ барша қазақтың ұлттық киімдерін, дәстүрін сақтадық. Бізді сахна мынау аузымызды боямадық, көзімізді боямадық, тырнағымызды боямадық. Сахнада солай ғана шықтық. Сонымызбен біз халықты жаулап алдық. Және талантты. Шертерде сол кезде 8 адам жұмыс істедік. Бәріміз отырамыз осылай. 8 адам. Бәріміз домбырада ойнайды, примада ойнайды, шертерде ойнайды, баянда ойнайды. Дабыл деген, дабылды білесің ғой, дабылда мен ойнаймын. Сонда дабылда ойнағанда, дабыл дейткен кезде бүйтіп, қолыңды бүйтіп отыру керек. Бүйтіп ойлау керек, көрдің бе? Қолдың өзін, халық не екенін білу үшін қолға дейін үйретеді, қалай не істейтін. Сөйтіп ойнадық қой енді. Сонда 8 адам өзіміз биші, өзіміз әнші, өзіміз күйші, өзіміз аспапшы, өзіміз концерт жүргізуші. Шығамыз да отыра қаламыз. Ойпырмай ана қазіргі артист құсап талып тұрып артынан шығып деп ондай емес. Орнымыздан тұрамыз. Сонда біз киім ауыстырмайтынбыз басында. Артынан кейінірек ауыстыратын болдық қой. Басында бір-ақ киіммен отырамыз, бір-ақ киіммен шығамыз. Халық қызық қабылдады. Шертер енді қазақтың өміріне келген бір жаңалық болды. Онан кейін фольклорлық ансамбльдер толып атты ғой. Шыға бастады. Иә, жаңағы Болат Сарыбаев алып келді. Өзекең Өзбекәлі Жәнібек ана жерде отырып бізді қарап отырады. Ана жерде біз ойнамайтынбыз, баламыз ғой. Болды, секіріп болсаңдар ойнаңдар деп. Міне сондай өмірден өттік, таза өмірден. Отаркүл Оразбайқызы Тобыл Торғай өңірінде жалпы кез келген концертте туған жер, туған ел туралы әнді көп шырқайды. Көп естиміз сол кісіден деген ел арасында әңгіме бар. Шынымен де өзімде кейінгі концерттеріңізден байқаймын. Бұның сыры неде? Патриоттық әндер, Торғай туралы
туған жер туралы әндер көп шырқалады репертуарыңызда. Енді бар ғой, мен бар ғой, өше бауырмал. Мен елімді жақсы көремін. Елімді жақсы көргендігім сондай, ешкімге арқалыққа тіл тигіздіре алмаймын. Сондықтан мен Торғай туралы ән айтсам, арқалық туралы айтсам, бәр жанымды, тәнімді беріп тұрып айтам. Өйткені махаббатым сол, жастық шағым сол, көзімде ашқандағы көрген өнерім сол. Сондықтан Торғайдың әні мен үшін ыстық. Онсыз мен өмір сүре алмаймын. Мен мысалы қарап отырсам, мен биыл жаңа студия бітіргеніме қазір 23 жылы 50 жыл. Ендігі жылы 74 жылы Шертер ансамбліне 50 жыл. Көрдіңіз бе? Сол 50 жыл бойы мен айтсам Торғай қыз деген әнді айтқан екен. Болат Хамзиннің әні. Соны біреу айтады ғой, шаршамайды екенсің Торғай қызын. Жылда өмір бар. Любой тойға отыра қалсаң, Торғай қызын айтқызбай жібермейді мысалға. Енді мен біреулер анау Серік аға дауысын өзгерткізіп берді ғой, әндерін, мәтіндерін. Оны емес, мен өзінің бірінші мәтінмен ғана айтамын. Қой жайып жүрген. Неге ұят? Неге ұяламыз? Өтірікке Торғайдың қыздың қой жайғаны. Әдемі. Маған ұнайды. Біреуге ұнамаса айтпай-ақ қойсын. Маған ұнайды. Маған Торғайдың әні деген айту бақыт. Өйткені мен сонда тұрып атқанымды, сонда туғаныма мақтанып айтам. Арқалық қаласының қазақ жасөспірімдер театрында көп жыл еңбек еттіңіз. Басшылықты қолға алдыңыз. Қандай жаңашылдық енгіздіңіз? Қандай қызметтер жасадыңыз? Енді осы театр, осы ғимарат мен үшін керемет. Бұл негізінде осы жерде баяғыда 1972-70 жылдары строитель деген мәдениет үйі болған. Мәдениет үйі жанып кеткен кезінде. Сонда басталды ғой өнердің барлығы. Бірақ бұл жерде небір театр ашылды, Шертер ашылды Өзекеңнің қолымен. Бұл ғимарат маған өте қымбат. Оның артынан осы театрды басқарам деп ойлағанда жоқпын. Ол кезде кішкентай ғана жасымыз жазбыдаған қыздарымыз ғой. Бірақ қолыма жаңағы театрдың құрығы тиген кезде бар ғой. Қуанғанымда еш жоқ. Бірақ ойладым, қайткенде де мен қайсарлығымды көрсетуім керек. Қолымнан іс келетінімді көрсетуім керек. Мен кім екенімді көрсетуім керек. Торғайдың қызымын ғой. Жасаған сияқтымын. Халық риза, ел риза, өнерпаз риза, режиссерлар, қазақ тарихында жүрген керемет тарландар риза. Соған өзім қуаныштымын. Өзіңіздің көңіліңіз толады? Толады. Халықтың қошеметіне бөлендіңіз? Бөлендім. Театр арқылы, еңбегіңіз арқылы. Бағаландым, бағалады, түсінді, білді, құрметтеді, еркелетті. Еркесі болдым осы елдің негізінде. Өнеріңізді, жалпы өлеңіңіз, өзіңіз, еңбегіңіз бағаланып жүр ма? Қаншалықты бағасын алып үлгірді? Мен енді бұйырғанын алдым, бірақ мен атақ құмар емеспін. Негізінде атақ құмар емеспін. Мен еңбегімді халыққа шашқанды ғана қаладым. Әнші болсам да мен енді ән айттым, өзің білесің, мен таза дауысты айтам. Жазық қой өлең айта алмаймын. Сондықтан кейін халқым маған риза, әлі күнге дейін жаңа солай ән айтқанды жақсы көремін. Өйткені бәрі де баласы болсын, үлкені болсын, кіші болсын бәрі айтады ғой. Отарқұл апай тірі дауыста өлең айтады деп. Қазір тірі дауыс дегенде біз баяғыда айтып тастағанбыз. Жұрттар баяғыда айтатын. Шертер, біздер мысалы Шертер ансамблінде болдым ғой. Сол кезде Шертер біз қанша 16 мемлекетте болдық. Бәрінде де жібермей айтқан жоқпыз. Микрофонсыз жүрдік мысалға. Солай жағдай. Басқа қалаларға бір қызмет бабымен шақырған уақыттар болды ма? Бізде осы облыс 2 рет ашылып, 2 рет жабылды ғой. Неше рет жабылғанда да мені де жұбайымды, Қыпшақ пен Айтжандарды бәрін жан-жаққа шақырды. Қыпшақ пен Айтжан Көкшетауға кетті, көп әрбіреу әр жаққа кетті. Мен барған жоқпын. Мен жұбайым да барған жоқ. Маған бұл жер қымбат. Не көрсем де елмен көрейін, не көрсем де елімде жүрейін, жалаң аяқ жүрейін. Аш болған жоқпыз, тоқ болдық. Құдайға шүкір беделіміз болды. Шақырған жаққа бармадым. Шақырмады деп айтпаймын, шақырды. Жезқазған шақырды, Көкшетау шақырды, Атырау шақырды. Бірақ маған ел қымбат. Арқалық маған елорда сияқты, өзімнің елордам.
Торғайдың Торғайда астанасы. туғаныма мақтанамын. Шіркін ай детейін. Тамаша. Жалпы енді 50 жылда көп дүние өзгерді, 50 жылда ел жаңа дейді. Көптеген елдің тарихы көз алдыңызда. Дегенмен қазіргі таңда ақырындап енді жайнап келе жатыр, жарқырап келе жатыр. Дегенмен деген ай деген тұстар бар ма осы қалада? Мен бар ғой, облыс кезінде алас әлгі саздың ортасында жүрдік қой. Қаланы бірге өсірдік. Ішінде жүрдік. Соны қайттан бірге өшірдік қой. Сол кездерде болды, бірақ сонда да маған сол қала еш жері бұзылмаған сияқты әлде. Менің көзіммен қарағанда. Өзгеше қала біртіп кетті, үйтіп кетті дегенде мен көзім көрмейді, саңыраумын. Саңыраумын, көзім көрмейді, соқырмын. Тек қана мен жақсылығын ғана көремін осы қаланың. Өйткені мен үшін ыстық, менің қалам, менің жерім, менің жалаң аяқ жүгірген немерелерім туған жер. Неге қымбат емес? Қымбат. Көшеде кішкенде бірдеңе жылтырап жатса, оның бәрі осы қаланың еңбегі жасап жатқан. Азып кетті деп тұрған жоқпын, әдемі. Бірақ халық тұрмайды. Неге? Бәрі де осы үлкен қалаларда бірдеңе тұрған сияқты. Үйсіз, күйсіз, халық пәтер жалдап тұрып жатқан адамдар бар. Осы жақта неге тұрмасқа? Үйің бар, күйің бар, жұмысың бар. Мінекей, не керек осы арқалықтан? Мен арқалықтан кетпеймін. Сүйреп қуып жесе де кетпеймін. Белгілі әнші ретінде Сайлау Ордабаев ағамызды халық таниды. Өз уақытында халықтың қошеметіне бөленді. Сайлау аға жайында айтпай кету мүмкін емес. Бір ауыз сөз. Сайлау жаңыз мен үшін емес. Мен балаларым үшін емес. Осы халық үшін, қазақ халық үшін, Қостанай Торғай елінің халық үшін қымбат еді. Ол дара дауыс еді. Ондай дауыс жоқ қой. Менің балам Шахмұрат. Атақ даңқы бар. Астанада Қалибек Қуанышбаев атындағы театрда актер, театр, кино және дубляж режиссер. Сол айтады ғой. Мама, мен папамның атағының арқасында, атының арқасында өмір сүріп жүрмін дейсіз бе? Мен жұрттар көреді де Сайлаудың қаласың ғой, иә, деп айтады. Жақсы болғандықтан деп айтады. Потому что Сайлау өлең айтып атқан кезде біреу тұрып орнынан айта алмайтын. Тамсанып қана отыратын жұрттар. Кейбіреулер кейбір жерлерде той томалақта отырған кезде біреулер түрегеп тұрып, шапалақтап тұрып ән айтады, тыңдайтын. Кереметтілігі сонда. Сосын оның бар ғой, адамгершілігі мықты болатын. Сосын оның бір жақсы қасиеті, бір талантты адам болса, соған көмектескісі келіп тұрады. Осы театрда көп балалар біледі, қалай көмектескісі келіп тұрады. Шіркін, мынау талантқа бүйтіп көмектесіп жүрсе. Сосын өте ол музыкальный очень. Ритм у него железный. Любой жерде айтылады. Мынау Шахмұрат та, соған тартқан менің 3 немере музыкант. Үлкен Дастан деген баланың 5 баласы бар, соның 3-еуі музыкант. Үлкені Тамирис, домбырада, екінші Альмира, пианинода, үшінші Нұрғиса, домбырада. Сосын екеуі кішкентай. Олар үшеуі триода ойнайды. Ана фортепианода ойнап, үшеуі керемет неше түрлі ойнайды, үйде, неше түрлінің бәрін шығарады. Бірақ енді өздері ұялшақта ғой, маған тартпаған енді. Қырсықта олығы жерлерде бар балалардың. Өнер жолын жалғастырып жатыр. Жалғастырып жатыр. Мен Сайлауда сияқты жұбайым болғанына, солай талантты жігітпен қатарлас жүргеніме, сондай керемет талантты, дарынды адаммен бірге бір шаңырақта тұрғаныма бақыттымын деп санаймын. Әркімнің бақыты әртүрлі. Негізгі өмір сүрудің бақыты үйдің бақыты ғой. Шаңырақтың бақыты. Сондықтан кейін біздің шаңырағымыз бақытты семьялардың біреуі. 2 балам бар, дүниеге әкелген Дастан, Шахмұрат. Сосын енді мен мінекей. Жас емеспіз, жас ұлғайған сайын. Бірақ бар ғой, мен кейде магазинге барам ғой. Шахмұрат мені магазинге апарады, мама, бірдеңе алсай өзіңе деп. Сосын барып қалған кезде мен бүйтіп киімдерді қарап, мынаны алайын деп, Шахмұрат, мынаны алайын деп. Мама, это же молодежь, не дейді маған. Жастардың киімі ғой деп. Сөйтсем, ойым әлі жастықта екен ғой, қайдан білейін. Мен сол киімдерге қарап мәз болам. Өмір. Көңіл жас. Көңіл жас. Тамаша. Жалпы атаққа, атақ алуға
бір бар ғой өнерде кейбір адамдар болады атақ құмарлыққа бір жақсы қарайтын. Сіздің көзқарасыңыз қалай болды? Мен атақ құмар емеспін. Атақ осы театрда басқарып жүргенде де театрдағы адамдарға үйді алып бердім, үйде жасадым, атақты алып бердім, жағдайды жасадым. Бірақ өзіме жүгірген жоқпын, өзімде бар. Осы барына шүкір. Елім аман болсын, жұртым аман болсын. Мені танып, осы біздің Отаркүл ғой дегенге не жетеді? Әне біздің Отаркүл шықты деп қуанғанға не жетеді? Атақтың бәрі жай ғой енді. Тірі жүргенде бағалансаң, міне атақ. Бағаланбаса оның керегі не? Мың жерден талай жас әртістерді білемін. Толып атқан атақты алып алып, үйінде отырған әртістерді білемін, қолынан келмей. Мен енді до конца әртіс болдым деп айта алмаймын. Не жаңағы бастық болдым. Филармонияны кішкене басқардым, содан кейін театрды басқардым. Онда басқарып бастық болуды армандаған адам емес, қолға құрық түйгесін басқардық. Бірақ адамға атақ кейде керек емес. Маған керек емес, мысалға. Мен ұсынған кездер болды. Енді алда біреудің кірісіп кеткен кездер болған шығар. Өзі біледі. Жастық шақта дейсіз. Жастық шақта. Өз уақытында. Жоқ, мен жағымпаз болған жоқпын бірінші. Айналайын. Мен жағымпаз болған жоқпын. Кезінде өзіміздің ағалар, керемет ағалар басқарып тұрған кезде ағаларға барып ағалаған да жоқпын, кісінің ағасын жағалаған да жоқпын. Мен жағымпаз емеспін. Екінші, сосын кішкене қалай айтсам екен, ағалармен бірге қыдырып, бүйтіп жүретін адамдардың қатарына жатпаймын. Тамаша. Жалпы енді өнер болғаннан кейін көп жағдай болып жатады ғой. Бір сүріндіріп жеріп жатады. Болмаса бір жаңа таныс тамыр арқылы көтеріліп жатқандар қаншама. Дегенмен осындай бір сәттер, жаңағы бір қалай айтайын. Мына бір әдемі сөз бар еді. Өнердің жауы іштарлық, өнердің жаны жаңа құштарлық дейді. Дегенмен бір сондай іштарлық кезеңдер, жаңа кедергі болған жағдайлар болды ма? Өнерде болады ғой көп жағдайлар. Енді бар ғой, енді сен жассыңдар ғой, енді көбі халық осы Торғай өңірі бәрі біледі. Біздің алдымызға түсетін әртіс болған жоқ жерде. Сайлау екеуміздің алдымызға түсіп, бізден асып баратқан ешкім болған жоқ. Қатарлас болдық. Бір-бірімізге салғыласқан жоқпыз. Көре алмаушылық жасамадық. Біріміз көмектестік. Бір ауылдың баласы, бір үйдің баласы сияқты болдық. Өйткені Өзекең солай бізді солай айтып, солай тәрбиеледі. Бұл бар ғой, адамның адамына байланысты. Адам жақсы көруі де ықтимал. Жақсы көрмей жек көруі де ықтимал. Әртүрлі адам бар. Мына бес саусақтың өзі бірдей емес. Адам өртүрлі. Өзімнің, енді өздеріңді мен сырт жағымнан білесіңдер қалай екен. Мен көңілім кең. Мен тазамын өше негізінде. Кісіге жаманды ойламаймын. Біреуге бірдеңе болса сырттан жылап жүретін адаммын. Біреуге жетпей жатса соған көмектесетін адаммын. Мен балаларым да сондай. Сондықтан мен сондай балаларды дүниеге келіп, мына сияқты немерелерімді солай тәрбиелегеніме өзім қуаныштымын. Бірақ негізінде қазақ болғасын бір-біріне бауыр болу керек қой. Өмірдің сәні сонда емес. 50 жылдың ішінде ел алдында көп есеп бердіңіз, концерт бердіңіз. Қазір таңда енді Алла тағала берген 70-ке жетіп, немерелердің ортасында әже, ана болып жүрсіз. Дегенменен, болашақта осы бір алда уақыттарда халықты бір тағы бір қуантатындай жоспар бар ма? Енді концерт беру, болмаса бір шығармашылық, халықпен кездесу. Енді мен өзім ойлаймын, кім сахнаны сағынбайды? Мен сахнаны сағынам. Сағынғаным сондай, кейде жігісі сөйлеу шыққанда жүрегім дүрсілдеп, ән айтатын сияқты болды. Қанатым бүйтіп ұшқысы келіп тұратын сияқты. Кеше ғана сондай оқиға болды. Адамның өмірі ғой, менің өмірім ғой. Мына менің жүрген жерім ғой. Мына мен осы жерде кішкентай қыз үлкен қарияға айналды ғой. Қалай ұмытамын мына жерді? Мен сағынам. Халқым да мені сағынады. Іздейді. Қайда? Деп іздеу ықтимал. Бірақ мен өзің білесің, мен тірі дауыстан айтам. Сондықтан да концерт қоям. Мәдениет басқармасының бастығы
Ерлан Қалмақов айтқан маған, апай жоспарлаймыз алдағы жылдары болады концертіңіз деп. Жаңғыз ғана концерт өзім емес, менімен бірге оқыған қыздар келіп, менің елімдегі адамдар менің қалай қарсы алатынымды Қостанай қаласына келіп көріп, шіркін-ай, мына Отарқұлы сөйтеді екен ғой деп көрсеткім келеді ғой соларға. Кеше облыс келген кезінде талай жерлерде бәрімізге Дворец Ленинде барып концерт қоятынбыз, сондай шерте деген алда тұрады ғой. Шертеде ешкім не қылмайды. Тіліп ұртамыз. Мен ол кезде Ақбұлақ деген ән айтамын, Тәжібай, Бәкір Тәжібаевтың. Сол кездерде бізге ешкім қатар тұрмайды. Сонан қалған жыланның үш кессе де кесірткедей қауқары бар емес пе? Неге біз ән айтпасқа? Ана-мына ауыздарына плюс жазып атқан, жазып деп өлең айтып тұратын әншілерден бірден айта шығармыз дейді. Бірақ ойым бар. Жоспарда бар. Жоспарға да бар. Алдағы уақытта сіздің жаңа концертіңізге куә боламыз деген ойдам. Енді соны нәсіп етсін. Иә, сендердің де өздеріңде ойларыңда жүр. Әлгі Дамирге сәлем айтыңдар. Осы орайда енді ел ағаларына, мәдениетте отырған жаңағы тізгін ұстап отқан азаматтарға құлақ қағысып айтсақ артық емес сияқты өзіңіздің сөз әлпетіңізді байқасақ. Мен енді мысалға келгенде, ең кішкене сырқаттанып қалған кезде мен Ерлан Болатұлына рахметімді айтқым келеді. Маған жылы-жылы сөздер айтып, телефон шалып тұрды. Мереке сайын, кеше осы халықаралық театр күні болғанда да звондап, көңілімді көтереді. Сосын менің мінезім кішкене тіктеу негізінде. Өзім кейде так деп ұстап отырмасам, кейде нетіп қалам. Сондықтан сондай құрмет дегеніне көп рахметін айтқым келеді. Сондай өнерді басқарып отқан бұрын Сәуле Бөкейхан деген қыз деген болған, Астанадан тұрып сол маған жиі телефон салып денсаулығымды сұрап тұрды. Шостакова Любовь Сергеевна деген кісі болды. Ол да менің денсаулығымды сұрап, Алла бірінші Алла. Алла кішкене сырқаттандым, еркеледім, халқым мені сағынсын деп, өздеріңіз десін деп. Жаман емеспін, Құдайға шүкір. Бірақ сағынасың ғой. Өте сағынам. Мен тойға барам ғой, жақында ғана бір 2-3 тойға барып келдім, сонда сахнаға шығып кеткен кезде, шығып өлең айтып келген кезде рахаттап қалам. Терлеп, рахаттап, жеңілдеп қалам ғой, күшті. Тірі дауыста концерт бердім, тірі дауыста өлең айтам деп отырсыз. Қазіргі әншілерге қандай баға бересіз? Кейінгі шығып атқан әндерге, әннің сөзіне, орындаушылығына өзіңіздің пікіріңіз? Мен қазіргі әндерге өкпелеймін. Ұнамай ма? Ұнамайды. Біз Шәмшімен, Әсет Бейсеуовпен, Тілендиевпен, Базарбаевпен осылардың әндерін әндіп, Садықовпен, осылардың әндерімен, Болат Қамзиннің әндерімен, Бақытжан Саукеновтың әндерімен, жаңағы Қалибек Тепсадидің әндерін айттықмыздар. Олардың мелодиясы сақталған, мелодичный, бір түрлі жақсы. Қазіргі балалардың өлеңдері, во-первых, бәрі жұлдыз. Жұлдыз көп, қай жерде болса жұлдыз. Осы бір жерге жұлдыз, келесі жұлдызымыз. Не қылған жұлдыз? Мен қанша жыл жұмыс істедік шертерде. Бір ретте бізде ешкім жұлдыз деп хабарлаған жоқ. Бір ретте. 50 жылда бір рет жұлдыз деп хабарланған жоқпын. Нанасыз ба? Оның керегі бар ма? Жоқ па? Жұлдыз ба ол? Жұлдыз емес пе? Айту керек пе? Айту керек емес пе? Өзіңді өзің көкек құсап шақырғанда не болады? Өнерге өкпелейтін себебім жаңағыдай балаларға. Ұстаздар неге айтпайды екен? Неге жеткізбейді екен? Болашақта бұлай болу керек қой. Біз жастығымызда бұлай болып едік деп. Бізді ұстаздарымыз указка сияқтымен ұрып жүретін, дұрыс айтпадың деп. Қазір ұрып көп біреуді. Сосын бәрі композитор. Құдай кім көп композитор өзінің өлеңіне? Қыз да композитор, ұл да композитор, бала да композитор, шал да композитор. Білмеймін енді кім, қайсының әнін тыңдарымды да білмеймін. Көп әндерді қарап отырып неткен кезде мен өзі қазақтың эстрадасынан бір-екі ән шығатынын ғана жақсы көремін.
көбін кереметтер тыңдадым деп айта алмаймын. Менің мысалы өзім балам ән айтады, Шахмұрат. Тірі дауыс айтады тоже. Мен айтам, балам, бір-екі плюс жазып алып, сен де ана тойға мама, оның керегі не? Өмір бақи тойда өлең айтып көрмеген бала. Сондықтан айтамыз ғой, енді біздер тойға бағасын сұрайды ғой. Бірақ қазіргі өнерді мынау фонограмманы алып тастау керек. Сонда кімнің кім екенін, кім айтып жүр, кім айтпай жүр білеміз. Өйткені мен көп адамдарды білемін, бүкіл фонограммамен ғана жұмыс істейді. Бұл арқалық қазақ жасөспірімдер театры ғой. Бұл театрды кезінде, бұл театрдың шымылдығын кезінде 1972 жылы 24 декабрьде ашылған ғой. Енді бірнеше рет облысы жабылды, ашылды. Әйтеуір қалалық болып қалды. Облыстың басшыларына сол кезде Рима Габдуллинаға көп рахмет, енді осы театрды ашып қалған. Театрда талай бір Ләззат деген қыз жұмыс істеді, Ибраевна. Содан кейін мен келдім. Осы мен театрды басқарып көрген жоқ, бұл қолыма құрып алғаннан кейін кішкене еңбек керек болды. Атақты Қажыбекті әкеп Қажыбекті қойдым. Бүкіл елді дүрістік тыңдадым ғой. Ондай оқиға болмаған, жұрттың аң-таң болды ғой. Аң-таң қылдым, жаман болған жоқ, Құдайға шүкір. Бұл жерде народный артистерде, застольный артистерде келіп, бұл жерде қойылымдар қойды. Біздің мына балалар талантты балалар, өте талантты. Бізге жетіспейтін, осы театрға жетіспейтін, қазірде жұмыстары жақсы, әдемі, ғимарат қандай әдемі. Әттең кадр жетіспейді. Қай жерде болса да кадр жетіспейді ғой, білесіз ғой. Режиссер жетіспейді. Режиссерлердің да, мен өзі талай режиссерлерді көрдім, мен талай спектакльдерге барамын. Мен спектакльді қатты сынай аламын. Көп білемін. Астана театрына көп барамын. Жаңағы айтайын деген себебім, режиссер абстракция деген бар ғой. Режиссеріне қоя беретіндер. Қазақтың ұлтын ұмытып кетеді ұлт екенін. Сол ондай емес, біздің театрда жақсы, талантты балалар, пластика занимается, пластикалары бар, өздерінің орындары бар, халқы жақсы көреді, директордер жақсы. Самый бәрінен бұрын бұларда достық бар. Театрға деген махаббат бар. Көріп отырмын, кеше ғана болып кеттім. Әдемі, ұнайды. Анандай көп қалаларда театр жоқ қой. Бақытты қала арқалық. Арқалық театралдар ғой осы. Бұл жерде арқалықта әрқашанда театрды жақсы көретін халық осында ғана тұрады деп айтатын. Керемет. Енді арнайы уақыт бөліп, әдемі әңгіме, жақсы сұхбат жасап жатсыз. Осы әдемі сұхбатымызды енді өзіңіздің жақсы тілегіңізбен тәмамдасақ. Бірінші енді сендер көп рахмет. Екінші адам мен адам ғой. Бір-бірімізді бағалайтын болсақ, бір-бірімізді жақсы көретін болсақ, бір-бірімізге деген көңіл ілтипатымыз ерекше болса, тек қана сонда ғана өнер жарқырайды, жайнайды, құлпырады. Егер әртүрлі оймен қарасақ, мына сахнада басқаша болып, холға басқаша болып жүріп, далада басқаша болып жүрсек, ол өнер болмайды. Сондықтан мен сіздерге өнер басқарып отқан жаңағы облыс басшыларына мыңда бір алғыс айтқым келеді. Адамда негізінде бар ғой, адамды тірісінде бағалау керек қой. Тірісінде бағалап, өзі көріп шіркін-ай, мені жазып кетті, көріп кеттім, міне деп мақтануға жақсы. Сен өліп кеткен кезде кімге мақтанасың? О дүниеде көресің, балаларың мақтанады, оны көре алмайсың. Сондықтан кейін не болса да бағаланса, тірісінде бағалансын. Шәмші Қалдаяқов не? Қаһарман атағын алып. Өмірінде атаққа атақ ала алмай кеткен адам. Сондай бола ма енді мысалға? Осыны кім біледі? Осыны естігеннен кейін ана Отаркүлді атаққа ұсынамыз ба деп қала ма? Кім біледі енді, е? Бастықтар. Осыны естігеннен кейін. Кім білген, е? Е, айта берейік енді. Дегенмен де ойымыз жақсы болса, ісіміз жақсы болса, еліміз тыныш болса, өміріміз тамаша болса, одан артық не керек? Халқымыз аман, мінекей. Ел тыныш. Өзің көріп отырсың арқалықтың жағдайын жақсы, Құдайға шүкір. Сондықтан кейін өздеріңе де
Осы елге де аманшылық тілеймін. Өнерлеріңіз өрге жүзей берсін. Мынау Арқалық деген нағыз киелі жер ғой. Осылай атайды. Ғай мен сығайлар деп баяғыда сөйлейтін тұғын, тұрған жерлер деп. Сол ғай мен сығайлардың бірі болып жүрдік қой. Құдайға шүкір, іздеп келгендеріңе рахмет. Апам барау деп, Отаркүл апам барау деп іздегендеріңе мың алғыс. Жұмыстарыңа береке болсын. Амандықта болайық. Сізге көп рахмет. Сізге денсаулық, отбасыңызға амандық, ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің той қуанышының төрінде жарқырап жадырап ән салып жүре беріңіз. Амин, амин. Сондықтан көп рахмет айтамыз. Бұл енді халық шығармашылық орталығының жанынан құрылған шаңырақ өнер орталығы. Көптеген өнер иелері сұхбат берді, өзіңіз шет-жағасын көріп жүрсіз. Сондықтан мінекей Арқалыққа ат басын тіреп келіп, өзіңізбен сұхбат алып, жақсы әңгіме құрып жатырмыз. Өте ризамыз. Мағыналы, таза бір керемет әңгіме болды. Рахмет. Көп рахмет сізге. Құрметті көрермен, мінекей шаңырақ өнер орталығы Арқалық қаласына арнайы ат басын тіреп келіп, Қазақстанға еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Торғайдың ерке қызы, Торғай қызы, Тобыл Торғай әуендерін насихаттап, қазақ еліне танытып жүрген мәдениет майталманы, өнер иесі Отаркүл Мұқатова апайымызбен жақсы сұхбат болды. Аман сау болыңыз.